достар, менің арнама қош келдіңіздер, достар. Бүгін мен блогер қыз сериалының 3-ші сериясын шығаратын боламын. Ал 4-ші серия бізде ол соңғы серия болады. Сіздерге осы сериал ұнап жатыр деген ойындамын. Ұнаса еңбегімді бағалап, лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Ал біз сериалымызды бастайық. Ана қыз неғып дауысы шықпай қалды? Не істеп жатырмын? Вообще құлама. Не болды? Мына жердің бәрін шашып тастап жатсың ғой. Не болды? Біреу тиісті ма саған? Жоқ. Енді не болды? Жай ауырып тұрмын. Мен ауырып тұрмын просто. Не үшін? Анау сол телефонмен күнде видеоңды салып басыңды ауыртып, әрине ауырып қаласың да. Мына жақтың бәрін енді өзің ауырып алып, енді маған мына жердің бәрін өзің қалдырып қойдың ба? Жоқ, қазір жинаймын. Жарайды болды, жата бер. Ұйықта. Телефон таста. Әкел телефонды. Қой да, ұйықта. Тұрғаннан кейін жинайсың. Аяқ астынан ауырып қалады осыларда. Бірдеңе жұмыртқа көріп тей салайыншы. Қарным тоймай жүрген. Ештеңе жеп жүрген жоқпын. Так, сковородканы алайын. Мінекен. Мынау қазанына жерге қойып. Мына пакетті неге мусорға тастамай дей? Мынау мойкада тұрған ыдыстарды да ешқайда жинамаған. Ой, осылардың ауырғандарын айтам да. Ал енді маған ас болсын. Шай құйып алайын. Мынау не өзі деп көрейікші. Демді екен. Қанша уақыт болды осы тамақ жемей келе, ұмытып та қалыппыз ғой. Мен сен жақсы болып қалдың. Басым ауырып жатыр, енді жақсы болып қалдым ұйықтағаннан кейін. Так, енді мына жерді жинастыру керек. Киімді ауыстырып алайын. Мына жердің бәрі немене болып кеткен. Мусорға тастау керек. Мына киімдерім не істеймін? Все, жинап болдым. Енді тағы да ұйықтап алайыншы. Жоқ, бірақ маған видео түсіру керек қой. Мен ұйықтай берсем, менің подписчиктерім отписка жасауы мүмкін. Видео түсірім керек. Бірақ не түсіремін? Мам, холодильникте арбуз бар екен ғой. Так. Арбуз жейінші. Бәрін жейсің ба? Қазір мен тарелкаға салып. Папам айтайын. Пап, сіз арбуз жемейсіз ба? Жоқ, жемеймін, өзің жей бер. Папа онда кесіп беріңізші. Мамаң айтса кесіп береді ғой. Жарайды. Саған кесіп қойыпсыз ғой. Сіз де жейсіз ба? Жоқ, жемеймін, өзің жей бер. Мен осы жерде жай отыра берем. Так, енді мыналарды жеймін. Фуй, мам, мынау не? Мам, вообще күлкілі емес қой. Не мынау сонда, маған істедіңіз ба? Жоқ, мен істемедім. Мам, вообще күлкілі емес. Мам, вообще бұл күлкілі емес. Қап-қара, не ол вообще, көмір ма? Қара тоқта. Мам,
еще түсіріп қойғансыз ба? Мамам қуат екенсіз. Түсіріп қойғаныңыз жақсы болды. Мен онда шортқа салға салайын. Я, все болды. Жай. Мамам қалай істедіңіз? Сізге ұнап қалды ма не? Жоқ. Мам, не болды? Сізде что-то қызығып жатқан сияқтысыз, Қумаш. Мен жай түсірдім. Просто ютубта сенің видеоларың шығып, кішкене популярный болып жатыр екенсің. Жарайсың. Мамам, рахмет, мен осыны шортқа сала салам. Жарайды. Саған не деген күлкілі? Мамам қалай істеген екен? Мүмкін шынымен де жақсы көріп жүрген шығар. Я. Так, мен монтаждап салып қойдым. Маған не сообщение келді? Комментарийға өте қызық, күшті жасапты деп жазып жатыр. Уже комментарий жазып жатыр екен. Өте күшті болды ше. 20 күннен кейін. Келші мне осы ресторанға келейікші. Жарайды. Осы ресторан прям күшті. Сәлеметсіз бе? Сіз деген анау ютубтағы блогер қыз емессіз бе? Атыңыз кім еді? Медина. Мен танып қойдыңыз ба? Құттықтаймын, сізге кіру тегін. Саған қалайша шын ба, біз тегін кіре аламыз ба? Ал сіз кімсіз? Мен оның құрбысымын. Жақсы, екеуіңіз бірге тегін және де вип-залға кіріп отыра берсеңіздер болады. Саған рахмет сізге. Жақсы, нәтижелеріңіз өте жақсы, өте күшті блогер болып жатыр екенсіз. Бәріміз сізді танимыз. Рахмет. Жақсы, енді кіре беріңіздер. Ойлашы, еще мына заказдардың бәрін бізге тегін берді. Еще бізді вип-залға кіргізіп қойды ғой. Мен срочно видео түсірім керек. Еще мына вип-зал что-то көк бар, өте күшті. Мен тезірек бургер жегім келіп жатыр. Мен пицца жеймін. Мен влог түсіріп жатқанмын. Достар, представляете, мен, мына жерде келе жатсам, ана жақта бір тәте айтады: сіз Мединасыз ба, мен сізді танимын, сізге кіру тегін, еще веб-залға кіргізіп маған мынандай тәтелер, осындай заказды бізге тегін берді ғой, представляете? Достар, өте күшті. Мынау менің құрбым, екеуміз бірге ресторанға келдік. Сәлем деп қой. Сәлем бәріне.